Дәл осы тақырыпты Азат Шынәлі мырзамен талқылаймыз. Ұлттық ғылыми онкология орталығы ғылым және білім бойынша басқарушы директоры. Қайырлы күн, Азат мырза. Сіз байланыстасыз? Саламатсыздар ма? Жоғарыда айтып өткен өзіңіз көрдіңіз. Осы Қазақстанда жоғары технологиялық, онкологиялық операциялардың үлесі жыл сайын өсіп келеді екен. Осы бағытта қай технологиялар қазір ең тиімді деп бағаланып отыр және оларды қолданудағы басты кедергілер қандай? Рахмет сұрағыңызға. Жалпы біздің ұлттық ғылыми онкология орталығымыздың басты мақсаты ол білім және ғылым арқылы ракқа, яғни обырға қарсы жеңіске қадам басу. Сондықтан ұлттық ғылыми онкология орталығы бұл әлемдік деңгейдегі медициналық көмек, заманауи диагностика мен емдеудің инновациялық әдістері. Біз пациенттерімізге тиімді ем алуға және жақындармен бірге болуға және толыққанды өмір сүруге көмектесеміз. Оған бізге көмектесетін біздің заманауи технологияларымыз. Оның ішінде айта кететін болсақ, қазіргі әлемдегі обырмен қарсы тұратын радиоэмболизация деп аталады. Ол радиоактивті дәрілерді тікелей обырға жеткізіп, обырды жою, ракты құрту. Ол бір технология. Екіншісі, бұрынғыдай адамды тілмей кеспей протондық терапияны қолдану. Ол деген не? Ол сәуле арқылы обырға тікелей әсер етіп, қасындағы ағзаларға зиянын келтірмей, тек обырды емдеп шығару. Науқас ол наркозсыз өз есін жинап, болып отқан айналасындағы емдің бәрін бақылауда ұстап отырады. Бұл әлемдік деңгейдегі технологиялардың соңғы заманауи технологиялар біздің орталықта орналасқан, науқастарға көмектесуге әрдайым дайынбыз. Жалпы осы жоғарыда айтып өткен біраз роботтық хирургия бар. Премьер-министр аралап көрген кезде біраз біз терминдерді тілге тиек еттік. Яғни әртүрлі операцияның жоғары деңгейдегі сапалы әдістері енгізіліп жатыр. Бұл осындай жаңа технологияларды енгізу операция нәтижелеріне қалай әсер етеді? Бұл технологиялар пациенттердің өмір сүру сапасын қалай жақсартады? Яғни үмітін үзіп барған пациент, яғни әрмен қарай жазылып кететініне осы технологиялар және мамандар септесе алады ғой? Дұрыс айтасыз. Біздің орталықта обырды уақытылы анықтайтын, яғни диагностиканы айта кететін болсақ, диагностиканы жақсартып, дәрігерлерге ерте диагноз қоюға көмектесетін заманауи технологиялардың бірін айтып кететін болсақ, ол ПЭТ-КТ, ПЭТ-МРТ, КТ диагностика, жаңа сәулелі диагностика аппараттары бар. Науқастарымызды зерттегеннен кейін, бірден диагноз қойылғаннан кейін уақытылы көмектесу арқасында ары қарай жаңағы ота түрін таңдауға, жаңағы науқастың өзіне тікелей пайдасы тиетін емді таңдауға мүмкіндіктеріміз бар. Айта кететін болсақ, мысалға интервенциялық радиология деген бөлімшесі бар. 350 отадан астам түрі жасалынады бұл бөлімшеде. Ол ешқандай тіліксіз тамыр арқылы обырға тікелей дәрілерді жеткізіп, обырды көзін құртуға емдеуге мүмкіндіктер бар. Оған көмектесетін жаңағы УЗИ аппаратымыз, КТ аппаратымыз дәлме-дәл 1 миллиметрге дейін дәлдікпен көрсетіп береді, жол салып береді. Азат мырза, шын айтқан кезде қуанып отырмыз. Осындай алып, соңғы технологиялармен жасақталған, қаруланған орталықтың Қазақстанда бар екеніне. Енді осы жаңа технологиялардың тілін меңгеру деген мәселе алдымыздан шығады. Кадр даярлауда жас мамандар осы бір жаңа салаларда, модульдерді меңгеруде сіздерде кадр тапшылығы жоқ па? Кадр даярлауда қазір тапшылық көріп отырған жоқсыздар ма? Бар ма жалпы бізде осындай білікті мамандар? Жастарды айтып отырмын, енді келіп жатқан сұраныс бар ма? Сұрағыңызды, біздің жаңа орталығымыз, ғимаратымыз соғылып бастар алдында 2018 жылдан бері ең басты мақсат ол біздің жаңағы дәрігерлерімізді болашақ жаңа орталыққа сай келетін жастарды, мамандарды дайындау болды.
ең алғашқы біздің алға қойған мақсаттарымыз бірі. Ғимараттың соғылып жатқан кезінде біздің жас мамандарымыз шет елдерге барып, оның ішінде Жапония бар, Америка құрама штаттары бар, Корея, дамып кеткен елдерге барып, толық жаңағы технологияларды үйреніп, оқып, бізге келіп, мынау центр ашылған кезде бірден жұмысты бастап кеткенге үлкен қадам болды. Сондықтан 250 адамнан аса біз жас мамандарымыз, оның ішінде дәрігерлер бар, оның ішінде мейірбикелер бар, толығынан оқытып, медфизиктар бар, толығынан оқытып, осы жаңа ғимаратқа, жаңа технологияларға дайындап, бірден жұмысымызды бастап кеттіңіздер. Азат мырза, сұхбат бергеніңізге, уақыт бөлгеніңізге алғысымызды білдіреміз. Қадірлі көрермен, бізбен онкология тақырыбында сөйлескен Азат Шынәлі мырза, әрмен қарай хабарымызды жалғастырамыз.